Bir күні пайғамбарымызға бір мадиналық кедей кісі келіп, яки дүние мүлкінен, яки азық түлігінен бірдеңе беруін сұрайды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үйіңде қандай да бір нәрсе бар ма деп сұрайды. Әлгі кісі құмыра және өзі оранып ұйықтайтын жамылғышы барын айтады. Барда оны алып кел деп бұйырады. Әлгі кісі әкелген соң пайғамбарымыз мұны менен кім сатып алады деп сұрайды. Бір мұсылман мен 1 дирхамға сатып аламын дейді. Кім көбірек ұсынады деп сұрайды. Басқа бір мұсылман 2 дирхамға сатып аламын дейді. Сосын пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, әлгі заттарды оған сатады да, ақшасын әлгі кедейге беріп, 1 дирхамына тамақ сатып алып, 1 дирхамына балта сатып ал, және маған алып кел деп бұйырады. Әлгі кісі бұйрықты орындап, балтаны әкелген соң, пайғамбарымыз өз қолымен балтаның сабын жасап береді. Сосын әлгі кісіге барды, отын шауып, сат. Және ендігәрі мен сені бұл жерде 15 күн бойы көрмейтін болайын деп бұйырады. Әлгі кедей кісі дәл солай жасайды. Арада біраз уақыт өткеннен кейін 10 дирхам ақша тауып, оның бір жартысына тамақ сатып алып, бір жартысына киім сатып алады. Мұны көрген пайғамбарымыз қиямет күні бетіңде қайыршы деген белгімен тұрғаннан гөрі, осылай күн көруің сен үшін әлде қайда жақсы деп айтады. Хадисті Абу Дауд жеткізген. Керемет өнеге болатын керемет хадис деп санаймын. Қазақтың өзінің де мақалы бар. Аш адамға балық берме, балық аулайтын қармақ бер. Қызым, саған айтамын, келінім, сен тыңда. Еліміздегі бүткіл қайырымдылық қорлардың құлағына алтын сырға. Бұл мәселеде орта жолды сақтай біліңіздер. Қайыршылық деген сүйекке қара таңба. Одан қауіпті үрдіс қалыптастырып, оны қалыпты жағдайға айналдырып алмауға тырысайық. Менің қосқан үлесім болсын. Шын мұқтаж жандар болса, мен өзімнің бастаушы бухгалтер курсымды тегін сыйлаймын. Оны меңгеріп, игеріп алып, кәсіп қылыңыздар. Және де қайырымды қорларға айтарым, шын мұқтаждарға компьютерін сатып алып берсеңіздер, мен оларға бухгалтерия саласын меңгеруді, үйретуді өз жауапкершілігіме аламын. Менің қосқан үлесім болсын. Жалпы айтқым келгені осы. Сөзімді Хәкім Абайдың 6 қара сөзімен аяқтағым келеді. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне-бірі пәлез дейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәлез салып қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық ба? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп, ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып жаудан қашып, қорға қатанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас.
сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі